пельмен манты жасай бергенше ерекше тағам жасап көріңіз. Бұл тағамның аты хамир хасиб. Өзімде бірінші рет жасап көрдім, өте дәмді болып шығады екен. Тестаның құрамын видео астына жаза қалдыра кеттім. Салмасына фарш, ұсақтап туралған пияз, жартылай піскен күріш, дәміне қарай тұз, қарабұрыш, паприкамыз салып, жақсылап араластырамыз. Енді июі қанып, дайын тұрған қамырымызды мантыға жайғандай етіп, жұқа қылып жайып аламыз. Қамырымызды дәл мантыға кескенде етіп кесіп, салмаларын салып шығатын боламыз. Бұл тағамның ерекшелігі тестаның бұрышына салмасын салып, дәл видеодағыдай етіп бүгіп аласыздар. Енді дайын болған қамырларымызды майланып тұрған мантаваркамызге салып, бетін майлап, қайнап тұрған суымызға 30-35 минутта пісіріп аламыз. Тағамымыз өте дәмді болып шығады. Сонымен біздің кешкі асымыз дайын болды. Өте дәмді, ерекше болып шығады. Осылай подлиппен ұсына берсеңіздер болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер де сіздерге менің рецептім ұнаған болса, парақшама тіркеліп, құрбыларыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болғанмен Ғалия.